Ана қызға үйленемін. Асылбектің бұл сөзін естігенде бүкіл отбасы үнсіз қалды. Өйткені ол таңдаған қыз мүгедектер арбасында отырған еді. Бірақ бұл оқиғаға дейін Асылбек мүлде басқа өмір сүрген болатын. Арнама тіркеліп қойыңыздар. Ал сіз шынайы махаббат үшін бәрінен бас тарта алар ма едіңіз? Асылбек қаланың ең бай адамдарының бірінің жалғыз ұлы еді. Бойы ұзын, келбетті, спортпен айналысатын жігіт болатын. Қыздардың бәрі оған қызығатын. Қай жерге барса да назар өзіне ауып тұратын. Әкесі оған 25 жасында қымбат көлік сыйлады. Қаланың ортасынан пәтер алып берді. Қалтасында ақша, жанында достар, қасында сұлу қыздар жетіп артылатын. Бірақ осының бәрі Асылбекті ерке әрі бұзық қылып жіберді. Ол өмірді ойын сияқты көретін. Бір қызбен танысады, бірнеше ай жүреді, сосын жалығып кетеді. Тағы басқа қыз табады, оның тұрақты қалыңдығы да болды. Әсел деген сұлу қыз еді. Екі отбасы да олардың үйленетін күні жақын деп ойлайтын. Тіпті тойдың жайы да сөз бола бастаған. Бірақ Асылбектің жүрегі тыныш емес еді. Әселді жақсы көретіндей сезінбейтін. Кейде өзіне осы қызбен өмір бойы бірге өмір сүре алам ба деп сұрақ қоятын. Бірақ жауап таба алмайтын. Бір күні ол достарымен демалыстан қайтып келе жатқан. Жол бойындағы кофеханаға тоқтады. Сол жерде ол алғаш рет Самалды көрді. Самал терезенің жанында мүгедектер арбасында отыр екен. Алдында кітап, жүзінде ерекше сабырлылық бар. Асылбек байқамай оған қайта-қайта қарай берді. Өйткені ол бұрын көрген қыздарға ұқсамайтын. Самалдың көзінде мұң да, тәкаппарлық та жоқ еді. Кек бір ерекше жылулық бар болатын. Кетер кезде Самалдың қолынан кітабы жерге түсіп кетті. Асылбек еңкейіп көтеріп берді. Сол сәтте олардың көздері түйісті. Асылбектің жүрегі бұрын соңды болмаған күйді сезінді. Бірнеше секундқа уақыт тоқтап қалғандай болды. Ол сол кезде әлі түсінбеген еді. Бұл кездесу оның бүкіл өмірін өзгертетінін. Асылбек кітапты Самалға ұсынды. Міне кітабыңыз. Рахмет, деді қыз жылы жымиып. Даусы да ерекше екен, баяу, сабырлы. Асылбек өзі де байқамай оның қасына отырып қалды. Қандай кітап оқып отырсыз? Самал мұқабаны көрсетті. Өмір туралы кітап. Өмір туралы кітаптарды жақсы көресіз бе? Иә, кейде кітаптар адамдардан жақсы түсінеді. Асылбек күліп жіберді. Қызық пікір екен. Шындық қой. Бірнеше минут сөйлескеннен кейін Асылбек уақыттың қалай өткенін байқамай қалды. Қасында отырған қыздан көзін ала алмайтын. Самал да оны байқағандай еді, бірақ ештеңе демеді. Сол күні олар жарты сағаттан астам сөйлесті. Кетер кезде Асылбек, ертең тағы кездесуге бола ма деп сұрады. Самал аздап тосылып қалды. Неге? Білмеймін. Сізбен сөйлескен ұнайды. Самал алғаш рет күліп жіберді. Жарайды. Сол күннен кейін Асылбек күн сайын Самалды көруге сылтау табатын болды. Бірде кофе алып келеді, бірде кітап сыйлайды, бірде жай ғана сөйлесуге келеді. Алғашында Самал арақашықтық сақтауға тырысты. Өйткені ол мұндай жігіттердің қандай болатынын білетін. Әдемі, бай, ерке. Бүгін бар да, ертең жоқ. Сондықтан жүрегін қорғауға тырысты. Бірақ күндер өте келе Асылбектің басқаларға ұқсамайтынын байқай бастады. Ол Самалдың арбасына емес, өзіне қарайтын. Оның аянышты жағдайын емес, ойларын тыңдайтын. Бір күні Самал шыдай алмай сұрады. Асылбек, сен неге менімен араласасың? Неге дегенің қалай? Сенің айналаңда сұлу қыздар көп қой. Бар, онда неге мен? Асылбек біраз үнсіз қалды. Сосын алғаш рет шын жүректен жауап берді. Өйткені сенің жаның әдемі. Самалдың жүрегі шым ете қалды. Өмірінде ешкім оған мұндай сөз айтпаған еді. Сол сәттен бастап екеуінің арасында ерекше сезім пайда болды. Бірақ оларды алда үлкен сынақ күтіп тұрғанын еш қайсысы білмейтін. Өйткені дәл сол күні кешке Әсел Асылбектің Самалмен бірге отырған суретін көріп қалған еді. Сол түні Әсел ұйықтай алмады. Телефондағы суретке қайта-қайта қарап отырды. Суретте Асылбек пен Самал
саябақтағы орындықтың жанында күліп сөйлесіп тұрған. Самал арбада отыр. Ал Асылбектің жүзіндегі бақытты әсел бұрын соңды көрмеген еді. Таңертең ол бірден Асылбекке хабарласты. Кездесейік. Даусынан ашулы екені байқалып тұрды. Кешке олар мейрамханада жолықты. Ол кім? Кім? Мені ақымақ қылмаш. Кеше қасында болған қыз. Асылбек үнсіз қалды. Жай таныс қыз. Жоқ. Жай таныс қызға сен олай қарамайсың. Асылбек тағын дөмеді. Бұл үнсіздік әселге бәрін түсіндіргендей болды. Сен оған ғашық болып қалған жоқсың ба? Асылбек жауап бере алмады. Өйткені өзі де жүрегінде не болып жатқанын түсінбей жүрген. Бірақ Самалды ойламайтын бір күні қалмаған еді. Әсел көз жасын әрең ұстап отырды. Асылбек, мен сенің қалымдығыңмын. Білемін. Онда неге мені бақытсыз етіп жатырсың? Мен өзім де не болып жатқанын түсінбеймін. Әсел орнынан тұрып кетті. Бір күні кеш болады. Осыны ұмытпа. Ал Самал болса, бұл жағдайдың бәрін білмейтін. Ол кешке үйіне келіп, анасымен шай ішіп отырды. Самалдың анасы қызының жүзіндегі өзгерісті әлде қашан байқап жүрген. Қызым, көңілің көтеріліп қалыпты. Самал жымиып қойды. Жоқ, мама, ана жігіт ұнай ма? Самал бірден қызарып кетті. Қандай жігіт? Күнде келетін жігіт. Самал төмен қарады. Ол жақсы адам. Байдың баласы дейді ғой. Маған оның байлығы керек емес. Ал саған өзі керек пе? Самал жауап бере алмады. Өйткені бұл сұрақтан өзі де қорқатын. Көптен бері жүрегіне ешкімді жақындатпаған. Өмір бойы адамдардың аянышты көзқарасын көріп келген. Бірі аяйды, бірі мүсіркейді, бірі сыртынан күледі. Сондықтан ешкімге сенуді қойған. Бірақ Асылбекпен бірге болғанда өзін өзгеше сезінетін, өзін мүгедек емес, кәдімгі қыз сияқты сезінетін. Бірнеше күннен кейін Асылбек Самалды көл жағасына алып барды. Күн батып бара жатқан, аспан қызғылт түске боялған. Екеуі ұзақ үнсіз отырды. Кенет Асылбек, Самал, мен саған бір нәрсе айтқым келеді деді. Самалдың жүрегі дүрсілдеп кетті. Айта бер. Мен сені ойлаудан қашалдым. Самал үнсіз қалды. Таңертең де, кешке де, жұмыста да ойлаймын. Самал көзін төмен түсірді. Асылбек, жоқ, сөзімді бөлме. Ол Самалдың қолынан ұстап алды. Мен бұрын ешкімге бұлай қарамағанмын. Самалдың көзіне жас келді. Бірақ мен сенің арбада отырғаныңды көрмеймін. Мен сенің қандай адам екеніңді көремін. Мен сенің жүрегіңді жақсы көремін. Самал көз жасын тыя алмады. Өйткені өмірінде алғаш рет біреу оны шын жүрегімен жақсы көретінін сезген еді. Бірақ дәл осы сәтте олардың соңынан біреу бақылап тұрғанын екеуі де байқамады. Ол Асылбектің әкесі Қайрат болатын. Қайрат көлігінің ішінде отырып, ұлына ұзақ қарады. Оның жүзіндегі бақытты бұрын соңды көрмеген еді. Бірақ Самалдың арбада отырғанын көргенде қабағы түйіліп кетті. Жоқ, бұған жол бере алмаймын деді ішінен. Сол түні үйге келгенде Асылбекті кабинетіне шақырды. Отыр. Асылбек әкесінің маңызды әңгіме айтатынын бірден түсінді. Ана қыз кім? Самал. Оны жақсы көресің бе? Асылбек алғаш рет ойланбастан жауап берді. Иә. Қайрат ауыр күрсінді. Балам, бұл сезімің уақытша ғана. Жоқ әке, сен әлі түсінбей жүрсің. Мен бәрін түсінемін. Ертең жұрт не дейді? Маған бәрібір. Маған бәрібір емес. Қайраттың даусы қатты шығып кетті. Сен менің жалғыз мұрагерімсің. Сенің болашағың бар, беделің бар. Асылбек орнынан тұрды. Әке, мен әйелді жұрт үшін алмаймын, өзім үшін аламын. Онда менің батанды күтпе. Бұл сөзден кейін
Бөлмеде үнсіздік орнады. Келесі күні Самалдың үйіне күтпеген қонақ келді. Ол Қайрат еді. Самалдың анасы абдырап қатты. Келіңіз. Қайрат ішке кіріп біраз үнсіз отырды. Сосын Самалға қарады. Қызым, мен саған жамандық ойлап келген жоқпын. Самал үнсіз тыңдап отырды. Бірақ ұлымнан алыстағаның дұрыс. Самалдың жүрегі шымете қалды. Неге? Өйткені сендер бақытты бола алмайсыңдар. Оны қайдан білесіз? Өмірден білемін. Самал көз жасын әрең ұстап отырды. Асылбек мені жақсы көреді. Бүгін жақсы көреді. Ал ертеңше, 5 жылдан кейінше, 10 жылдан кейінше, Самалдың жанын осы сөздер ауыртты. Өйткені дәл осы қорқыныш оның өзінде де бар еді. Қайрат кетіп қалған соң, Самал түнімен жылады. Алғаш рет өзін Асылбекке ауыр жүк сияқты сезінді. Бірнеше күннен кейін Самал Асылбекке хабарласты. Кездесейік. Екеуі алғаш танысқан саябақта жолықты. Самалдың жүзі мұңды еді. Не болды? Самал көз жасын әрең тежеді. Біз енді кездеспейік. Асылбек аң-таң болып қалды. Не? Осы жерден тоқтайық. Неге? Өйткені бұл дұрыс емес. Кім айтты? Самал үндемеді. Бірақ Асылбек бәрін түсінді. Әкем барды ма? Самал көзін төмен салды. Бұл жауаптың өзі жеткілік деді. Самал, сен шынымен осылай қалайсың ба? Самалдың жүрегі айқайлап тұрды. Жоқ. Бірақ ерні басқа сөз айтты. Иә. Асыгренс ұзақ үнсіз тұрды. Сосын баяу ғана. Мен сені бәрібір жоғалтпаймын. Мен сен үшін бәріне қарсы шығамын. Тіпті әкеме де. Сол сәтте Самал оның көзіне қарады. Алғаш рет бір ер адамның махаббат үшін соншалықты күресуге дайын екенін көрді. Бірақ ол Эпредус предірсінақ күтіп тұрған еді. Өйткені дәл сол күні кешке Горейжес күтпеген жерден жүрек талмасымен ауруханаға түсті. Қайраттың ауруханаға түскені туралы хабар бүкіл отбасын дүр сілкіндірді. Асылбек бірден ауруханаға жетті. Дәрігерлер алғашқы көмекті көрсетіп үлгерген екен. Қауіп сейілгенімен Қайраттың жағдайы әлі ауыр болатын. Палатада жатқан әкесіне қараған сайын Асылбектің жүрегі ауыратын. Қалай болғанда да бұл оның әкесі еді. Бала күннен бар жағдайын жасап, ештеңеден тарықтырмаған адам. Бірнеше күн бойы Асылбек ауруханадан шықпады. Компанияның жұмысында кейінге қалдырды. Кек әкесінің жанында болды. Бір күні Қайрат көзін ашып, ұлын қасына шақырды. Асылбек, тыңдап тұрмын әке. Мен саған қаталдық жасаған шығармын. Олай демеңіз. Бірақ мен сені жоғалтып алғым келмейді. Асылбек үнсіз тыңдап отырды. Сен бақытты болсаң болды. Бірақ Қайрат әлде Самал туралы ойын өзгерткен жоқ еді. Осы уақытта Самал да бәрін естіп қойған. Ол өзін кінәрі сезінді. Егер мен өміріне кірмегенімде бұлай болмас бет деп ойлай берді. Сондықтан ол Асылбекке мүлде хабарласпай қойды. Телефон қоңырауларына жауап бермеді. Хаттарына да жауап жазбады. Асылбек түсінбей жүрді. Бір күні шыдамай Самалдың үйіне барды. Есікті Самалдың анасы ашты. Самал үйде ме? Әйел күрсініп жіберді. Үйде, бірақ ешкіммен сөйлескісі келмейді. Асылбек бәрібір ішке кірді. Самал керезенің алдында отыр екен. Оның көзі жылаудан ісіп біткен. Неге менен қашып жүрсің? Самал үнсіз қалды. Самал, маған қараш. Қыз әрең басын көтерді. Асылбек, біз бірге бола алмаймыз. Тағы да сол сөз бе? Бұл шындық. Жоқ, бұл сенің қорқынышың. Самал көз жасына ерік берді. Мен сенің өміріңді құртып аламын. Сен не айтып тұрсың? Ертең маған күтім керек болады. Мүмкін өмір бойы керек болар. Сен шаршайсың, өкінесің. Бір күні мені жек көресің. Асылбек оның алдына тізерлей отырды. Самал, мен саған бір нәрсе айтайын.
Мен өмірімде көп қыз көрдім, бірақ ешқайсысымен бір күнді бақытты сезінбедім. Ал сенің жаныңда мен алғаш рет өзімді шынайы адам сезіндім. Сен менің өмірімді құртып жатқан жоқсың, керісінше өміріме мән бердім. Самал жылап жіберді. Бір айдан кейін Қайрат ауруханадан шықты, бірақ бұрынғыдай емес еді. Ауру оған көп нәрсені түсіндірген болатын. Бір күні ол Самалдың үйіне қайта келді. Самал мен анасы таңғалып қалды. Қайрат үнсіз ғана қыздың алдына келіп тоқтады. Сосын күтпеген жерден: «Кешір мені, қызым», деді. Самал сене алмады. «Мен сені дұрыс түсінбеппін. Бақыт адамның денсаулығында емес екен, жүрегінде екен. Сенің жүрегің таза қыз екенсің». Самалдың көзіне жас толды. «Егер сен де қаласаң, ұлыма тұрмысқа шығуыңа қарсы емеспін». Сол сәтте Самал жылап жіберді. Ал есік алдында тұрған Асылбек бәрін естіп тұрған еді. Ол өміріндегі ең бақытты сәттің туғанын сезді. Қайраттың батасын берген күні Асылбек өзін әлемдегі ең бақытты адамдай сезінді, бірақ тағдыр оларға соңғы сынағын дайындап қойған еді. Үйлену тойына бір ай қалғанда Асылбек жұмыстан шығып келе жатқан. Кенет телефоны шырылдады. Бұл Самалдың анасы еді. Дауысы дірілдеп тұр. «Асылбек, тез келші». «Не болды?» «Самал ауруханада». Асылбектің жүрегі зу ете қалды. Ол көлігіне отырып, ауруханаға қарай құстай ұшты. Самалдың жағдайы күрт нашарлап кеткен екен. Дәрігерлер бірнеше тексеру жүргізіп жатқан. Асылбек дәлізде ары-бері жүріп, өзіне орын таба алмады. Бірнеше сағаттан кейін дәрігер шықты. Жағдайы тұрақты, бірақ емді жалғастыру керек. Қандай ем? Шетелде жасалатын күрделі оңалту бағдарламасы бар. Мүмкіндік жоғары. Асылбек бірден: «Қанша ақша керек болса да төлеймін», деді. Дәрігер таңырқап қарады. «Бұл өте қымбат ем. Бағасы маңызды емес, маңыздысы Самал». Сол күннен бастап Асылбек барлық жұмысын кейінге қалдырды. Самалдың жанынан шықпады. Тіпті кей түндері ауруханада қонып қалатын. Самал бір күн оған қарап: «Неге бұлай істеп жүрсің?» деді. «Қалай? Маған сонша уақыт жұмсап?» Асылбек күлімсіреді. «Өйткені сен менің болашақ жарымсың». Самал көз жасын жасыра алмады. Арада бірнеше ай өтті. Ұзақ еммен жаттығулар басталды. Самал алғашында шаршап кететін, кейде бәрінен бас тартқысы келетін, бірақ әр жолы жанында Асылбек болатын. «Сенің қолыңнан келеді». «Келмейді». «Келеді. Мен сенемін». Бір күні оңалту орталығында дәрігерлер Самалды арнайы құрылғының көмегімен тұрғызды. Самалдың жүрегі қатты соғып тұрды. Қорқып кетті, жылап та жіберді. Ал Асылбек дәл алдында тұрды. «Қорықпа, мен осындамын». Самал екі қолымен тірекке жармасты. Бір қадам, тағы бір қадам, сосын тағы. Дәрігерлер үнсіз қалды. Анасы жылап жіберді. Ал Асылбек көз жасын тыя алмады. Өйткені бірнеше жыл бойы арбада отырған Самал алғаш рет өз аяғымен қадам жасап тұрған еді. Бір жылдан кейін олардың тойы өтті. Той күні қонақтардың бәрі орындарынан тұрып кетті. Себебі ақ көйлек киген Самал залға арбасыз кіріп келе жатқан, баяу болса да өз аяғымен. Қайраттың көзінен жас ақты. «Мен қателесіппін. Нағыз байлық ақша емес екен. Нағыз байлық осындай махаббат екен». Ал Асылбек Самалдың қолынан ұстап тұрып: «Мен сені алғаш көрген күні ғашық болдым. Арбаға емес, сенің жүрегіңге. Сол жүректі өмір бойы қорғаймын», деді. Залдағы адамдар көздеріне жас алды. Өйткені бұл байлықты емес, шынайы махаббатты таңдаған екі жанның жеңісі еді. Құрметті көрермен, әңгімені соңына дейін тыңдағаныңыз үшін үлкен рахмет. Егер оқиға ұнаса, арнамызға тіркеліп, лайк басып қолдау көрсетіңіз. Ал пікірге өз ойымызды жазып кетіңіз. Бұл оқиғадан қандай сабақ алдыңыз?
Сондай-ақ қай қаладан немесе қай елден тыңдап отырғаныңызды да жазсаңыз қуаныштымыз. Келесі әсерлі әңгімелерде кездескенше аман сау болыңыздар.